Сәлеметсіздер ме? YouTube каналымызға қалай монетизация қосамыз? Яғни қосымша табыс табу көзі. Ең бірінші YouTube каналымызға кіріп, компьютер арқылы кіреміз. Содан кейін түнгі бетінде творческая студия деген бар. Соны тауып, монетизация канала дегенге өтеміз. Яғни доллардың суретімен. Осылайынан беті шығады. Вступите в партнерскую программу. Яғни 1000 подписчик, 4000 просмотр, және де двухэтапная аутентификация қосылу керек. Сосын ескертулер болмауы тиіс. Ең бірінші правила дегенді басып, барлығын оқып, қандай ескертулер болған жағдайда монетизация қосылмайды, және де қандай видеоларға қосуға болады, барлығы жазылған. Сіздің видеоңыз өзіңіз түсірген өзінде, мысалы музыкасын, басқа адам музыкасын қойсаңыз, оған да мысалы монетизация қосылмайды. Яғни авторская права деген бар. Бір рет ескерту алған жағдайда оны дұрыстап, яғни удалить етіп, немесе өзгертіп, басқаша қоюыңызға болады. Енді, как защитить? Яғни сіз осы аккаунтыңызға двухэтапная аутентификация қосу арқылы оны жан-жақты қорғайсыз. Ең бірінші аккаунт Google-ге кіріп, безопасность дегенді басасыз. Сонда двухэтапная аутентификация деген шығады. Начать дегенді басып, согласие беріп, өзіңізге осы двухэтапный аутентификацияны қосып аласыздар. Қосқаннан кейін қайтадан монетизация дегенге өтесіз. Подать заявку дегенді басасыз. Содан кейін 3 қадам шығады. Яғни бірінші қадам барлық ережелермен танысу керек, және де келісім беру керек. Екінші қадам AdSense каналыңызды, яғни аккаунтыңызды құруыңыз керек. Үшінші қадам осы өтінім бергеннен кейін оны қабылдағанын күту керек. Сізге почтаңызға код жібереді, сол кодты теру арқылы растауыңыз керек. Бірінші, яғни ережелер, барлық ережелермен танысу үшін начать дегенді басасыз. Бұнда ең бірінші, яғни бұның артықшылығы жазылған. Содан кейін монетизациядан түсетін табыс, ол қандай жолмен түседі. Мысалы, көбіне жарнамадан түседі. Содан кейін мұнан барлығын оқып шықсаңыз да болады. Сосын, мысалға, сізге төлем түсетін карточкаға қойылатын талаптар, салықтар, осының барлығы жазылған. Оқып болғаннан кейін келісемін деп басып, және де принять условия дегенді басасыз. Яғни толықтай келісім бересіз. Мінеки қазір жасыл жануы керек. Күтесіз. Мінеки өттіңіз бірінші қадамнан. Енді екінші қадам. AdSense аккаунтын құру. Қайтадан бастау дегенді басасыз. Мінеки, егер де сізде ондай аккаунт болса, онда бар дейсіз. Жоқ болса, жоқ деп. Егер мүлде білмесеңіз, онда білмеймін деп жазасыз. Мінеки, мен бастым. Жоқ деп.
Google AdSense шығады. Мінекей. Ваш сайт, яғни өзіңіздің сайтыңыз, YouTube каналыңыз автомат түрде шығады. Содан кейін, егерде сізге хабарлап отырсын деп айтсаңыз, онда иә дейсіз. Егерде AdSense-тен хабарламасын десеңіз, онда жоқ дейсіз. Өзіңіздің еліңізді таңдайсыз, содан кейін. Мұнда барлық елдер бар. Бұл жерде сіздің даныларыңыз міндетті түрде шынайы болу керек. Себебі ақша түскендіктен ол сіздің счетыңызға түсу керек. Содан кейін тағы да мұнда ережелер, барлық ережелерді оқып шығуыңыз керек. Әрине мұнда ағылшын тілінде жазылған. Оны аударып оқысаңыздар болады. Дәл сол бастапқыда айтылған сөздер. Келісемін деп аккаунт құру дегенді басасыз. Мінекей. Шықты. Управление блокировки, платежи, аккаунт, отзыв деп шығады. Информация, яғни өзіңіз жайында барлық мәліметтерді жазасыз. Физическое лицо дегенді таңдаймын. Жеке тұлға. Егер бизнес, мысалы, басқа предприятие болса, онда сондайды таңдайсыз. Сосын адресіңізді толық жазасыз. Яғни почтаның индексі, қатесіз, ауданыңыз, қалаңыз, содан кейін адресіңіз міндетті түрде дәлме-дәл болу керек. Қазіргі тұрып жатқан жеріңізді жазыңыз. Өйткені сізге почта арқылы қағаз жібереді. Қағаздың ішінде код болады. Сол кодты согласие алу үшін, растау үшін сізге жазу керек болады. Барлық ақпаратты толтырып болғаннан кейін, неке осылайынан шығады. Мы проверим вашу информацию деп. Яғни сәйкес келсе, онда сізге хабарлайды. Статус аккаунта AdSense можно посмотреть в творческую студию YouTube. Яғни қайтадан творческий студияға өтіп, сіз AdSense-ке қабылданды ма, қабылданған жоқ па, барын қарайды. Яғни мұнда платежные данные, проверка, барлығы жазылып тұрады. Мысалы, баланс, расчетный доход, осында қанша кеше алғанын, бүгін алғанын, 7 күн бойы алған ақшаңыз және 1 ай бойы түскен ақша осында көрсетіліп тұрады. Баланс. Мінекей осыны қарап отырып, сіз егерде 1 айда толса, онда ақшаңызды шешіп алсаңыз болады. Үшінші қадам, ол жаңағы хабар келгеннен кейін сізге пароль жіберіледі. Яғни код. Сосын соны теріп, сіз монетизация қоса бересіз.